Сәлем баршаңызға, каналыма қош келіпсіздер. Енді қараңыздар, сіздерге көп маған қойылатын сұрақ болады. Сол сұраққа жауап бергім келіп тұр. Ол қандай сұрақ десеңіздер, мына гүлді қалай отырғызамыз, яғни жаңалап отырғызу керектігін қайдан білеміз деген сұрақ болады. Мысалы, көбісі айтады, тамыры сыртқа шығып кетті, отырғызу керек па? Жоқ. Қараңыздар, гүлді қай уақытта отырғызу керек? Мысалы, мына гүлдің историясын айтатын болсам, черные бар, жасылы бар, осындай просто пенектар қалып кеткен. Сол пенектарды лайықты топырағына, лайықты мынандай тар құмырасына, душкаға, яғни біріншіне бір келетін, өткен астынан су берген кезде кез келген астына қарай тамыры тартып керемет өседі. Осылай отырғызған кезде керемет нәтиже береді. Мысалы, мынау құмырасымен уже 30-35 сантиметрді құрап тұр. Бұл маған берген нәтижесі 8 айдағы нәтижесі. Енді ешқандай витамин ештеңе жоқ, тек минеральный топыраққа отырғызғандағы нәтижесі. Егер минералка, смоклоточный қосатын болсаңыздар, ол кезде 3-4 айда, кейде 5-6 айда нәтиже көрсетіп қалады осылай. Енді гүлді қай уақытта білеміз отырғызу керектігін? Гүл егер сізде қарқынды өсіп келе жатып, резко тоқтап қалса, білеміз отырғызу керек па жоқ па, сол кезде қадағалап көрсеңіз болады. Екінші жағдай, ол кезде біз еще зиянкеске тексереміз. Егер бойында ешқандай зиянкес жоқ, бәрі нормально, гүл бодрый, өспей қалды деген керек болса, сондай жағдай болса, онда гүлді сіз отырғызасыз. Бір размер үлкен құмыраға тамырына сай және өзіне лайықты жаңалап минералды, витаминді топыраққа. Ішіне витамин сразу қосып жүрсеңіздер болады. Екінші білетін жағдай, бұл гүл, мысалы, пенекпен отырғызған кезде мен бір айда бір суарып қоятын бұны. Одан кейін 3 аптада суаратын болдым. Одан 2 апта болды. Қазір 2-3 күнде бір 0,5 су құйып жатырмын. 2-3 күнде бір 0,5 су, елестетіңіз. Яғни ол дегеніміз, егер гүліңіз жиі су сұрап кетсе, онда тамыры барлық топырақтың барлығын жаулап, жартылай топырақты жеп, уже күшті тамырын өсірді да, және де қарқынды өскіндерін өсірді да, енді сізге айтып тұр, маған жаңа топырақ қажет. Өте көп мөлшерде, және де үлкен ыдыс керек. Маған жаңа орта керек деп, уже ауыстыр деп сізге сигнал береді. Осы екі жағдайда гүлді пересадка жасайсыздар. Егер екінші жағдайда гүлді ауырып тұрса, яғни гүліңіз ауырып тұр, тамыры шіріп жатыр, ол кезде тарылтасыз ыдысын, ал енді мына мен айтып тұрған жағдайымда жиі суарса, ол кезде ыдысын кеңейтесіз. Міне, екі-ақ жағдайда. Ал енді 3-4 тағы да бір жағдайлар болады. Өте керемет өсіп жатыр, сіз айтасыз, жиі су сұрайды, жақсы, бірақ отырғызғаннан кейін жаңалап өспей қалды. Яғни ол кезде қарқынды түрде стресстен снимать ететін препарат керек болады. Өйткені сіз отырғызу барысында стресс сыйлап қойдыңыз. Сол үшін осылай жиі гүл сұрап су сұрап тұрған гүлді мына топырағынан толықтай босатпаймыз, міндетті түрде перевалка методпен отырғызамыз. Яғни перевалка метод бізде осы топырағымен алып, ана гүлдің кең ыдыстың ортасына қойып қоясыз да, жан-жағына жаңа витамин, минералды топырағын салып, ары қарай егер мынау қатты құрғап тұрса, жиі су сұрап жатыр ғой, сразу суарасыз. Өйткені сол ортаға ылғалдылық деңгейімен бейімделіп кету үшін. Екіншіден, егер ол гүліңіз сіздің қатты ылғалды болып, міне кеше алдың күніме құйдым, уже кішкене ылғалдылық бар десеңіз, ол кезде отырғызғаннан кейін 2-3 күннен кейін суарасыз. Бірақ отырғызғаннан кейін сразу мына жапырақтарына су сепсеңіз, мейлінше гүл тез бейімделіп кетеді. Отырғызу барысы осы 2-ақ деңгейде. Гүлді жиі отырғызуға тырыспаңыздар. Жаңа ортаға бейімделуіне, жаңа ортада қарқынды өсуіне жағдай жасайтын болсаңыз, лайықты құмырасымен, лайықты топырағымен болды. Басқа гүлге ештеңе керек емес. Тек сіз гүл өзіне сигнал береді. Мысалы, жапырақтарын сарғайтуы мүмкін, болмаса күйдіріп жіберген болуы мүмкін да, күн тіке түсетін болса, ондай жағдайда уже гүлді басқа орынға алмастырасыз. Не болмаса гүл әдемі өсіп тұрады да солып қалады. Жаңа орынға қойған кезде, ол кезде қайтадан старый орнына келіп алмастырасыздар. Гүлдің орнын алмастыру өзі сезонға байланысты болады, яғни қыстан шыққаннан кейін мейлінше жарық түссінші, міне күн түсті ғой деп біздікілер күнге апарып қойып қояды. Қазақтар көбінде ол қате пікір. Керісінше күн жұтсыншы деп қыс басталып келе жатқан кезде қоясыздар, яғни күздің 2-ші айынан бастап. Неге? Өйткені ол уақытта табиғи күннің азаюы болады бізде, көптеген күннің күңгірттігі, яғни көлеңкелі күндер көбейеді. Ал жазда қарқынды күн, өте күшті
түсетін ыстық болатын болғаннан керісінше сол ыстықтан алып көлеңкелі салқын жарық жерге қоюға гүлді тырысу керек. Осындай көптеген сұрақтар келді, моменті болып тұрды, сіздерге осылай жауап беріп жатырмын. Келесі видеода кездескенше қош сау саламатта болыңыздар. Сіздер долларларыңызды қалай өсіріп жатсыздар? Менің бұрыннан келе жатқан көрермендерім пікірге жаза кетіңіздер. Жаңадан келген болсаңыз, каналға ақпарат пайдалы болса тіркеліп өтіңіз. Келесі видеода кездескенше.